Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Ақырала Елеспай, армысыздар, алдымен аңдатпа. Жаңаөзен қалалық мәслихатына 8-ші шақырылым бойынша сайланған депутаттардың алғашқы сессиясы өтіп, куәлік пен төсбелгі табысталды. Ауа райының ыстық кезеңі басталуына байланысты эпидемиологтар астан уланудың алдын алуға шақырады. Алқа би ансамблі халықаралық байқаудан жеңіспен оралды. Жерлестерімізді көпшілік мәдениет үйінен күтіп алды, толығырақ сәлден соң. Жаңаөзенде 8-ші шақырылым бойынша сайланған қалалық мәслихат депутаттарының алғашқы сессиясы өтті. Жиында сайлау комиссиясының төрағасы партия тізімі бойынша және бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланған азаматтарды таныстырып, куәлік пен төсбелгі тапсырды. Халық қалаулылары болған кімдер, депутаттарға қала әкімі қандай міндет жүктеді, әріптесім баяндап берсін. Жаңаөзен қалалық мәслихатына 15 депутат сайланды. Олар Темір Мұсаев, Ақмұрат Күмісбаев, Асқар Ноғаев, Орынбасар Сейдов, Амангелді Өтешев, Қанат Құсайынов, Сәбит Ұлықпан, Арғынбек Қалбаев, Сәкен Алшынбаев, Қосай Істілеуов, Жетек Мұханов, Жалғас Агейсов, Раушан Жаппарова, Нұрлан Белшер және Ғалым Байжанов. Әртүрлі салада еңбек етіп жүрген білікті мамандардың көпшілігі бұрыннан бері қоғам өміріне белсене араласып жүрген жандар. Бас қосуда қала әкімі көптің ішінен оза шыққан депутаттардың халық үмітін ақтайтындарына сенім білдірді. Сіздерді ел халық сайлады, өздерінің дауыстарын берді. Осы азаматтар қаламыздың өсіп өркендеуіне жақсы үлесін қосады деген оймен. Сондықтан осы үлкен жауапкершілікті арқалап алып жүру абыроймен баршамыздың да міндетіміз. Сондықтан соған үлкен абыроймен қызмет етіп сәттілік тілеп жатырғаным осы бағытта. Қалалық мәслихат депутаттары халық пен билік арасындағы көпір іспеттес. Олар қоғамда болып жатқан түйткілді мәселелерді алға тартып, маңызды жұмыстардың шешу жолдарына атсалысады. Мемлекеттен бөлінетін қаражаттың белгілі бір бағыттарға жұмсалуына ықпал етеді. Депутаттар сала бойынша бөлініп қызмет атқаратын болады. Бұл жерде ең бастысы әкімдікпен және оған қарасты мекеме басшыларымен бірлікте ел игілігіне жұмыс жасау. Осы сәтті пайдаланып, Жаңаөзен халқына біздерге сенім артқан, дауыс берген азаматшыларға өз атынан алғыс айтқым келеді біріншіден. Екіншіден, расымен де осы бір отырысымызды Аллах берекелі қылсын, себебі бұл жай ғана бір той-томалақтың тақырыбын талқылайтын жиын емес, бұл елдің мәселесін талқылайтын орта ғой. Сол үшін осы бастамамыздың берекелі болып, расымен де Аллах екіне абыройымыз төкпей, өзіміздің кіндік қанымыз төгілген, кіндік қанымыз тамған Жаңаөзенге адал, әділ қызмет қылып, солай елдің назарында біріншіден президентіміздің абыройын түсірмей, одан кейін сенім артып отырған әкіміміздің абыройын түсірмей қызмет қылуға баршаңызды шақырамын. Жиында қалалық мәслихат төрағасы болып Ғалым Байжанов сайланды. Депутаттардың алдында сайлауалды бағдарламаларын орындап, жұртшылықты толғандыратын мәселелерді тиімді жолдармен шешу міндеттері тұр. Айжанат Қазиева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Былтыр Жаңаөзен қаласы бойынша балалардың қатысуымен 3 өрт оқиғасы тіркелген. Төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары балалар ата-ана қараусыз қалған жағдайда жиі орын алады деп отыр. Осындай оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері балабақшаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Солардың бірі Айзере балабақшасында табиғат тіршілік көзі деген атаумен ұйымдастырылды. Төтеншеліктер мектепалды даярлық тобының бүлдіршіндеріне өрт болған жағдайда қауіпсіздік ережелерін қалай сақтау қажеттігін түсіндірді. Сондай-ақ тұрғындарға электр желілері мен тоқ көздеріне аса мұқият болуға, балаларды қараусыз қалдырмауға шақырды. Балаларды тұрғын үй секторларында және көп қабатты пәтерлерде қараусыз қалдырмаған жөн. Оларды қала тұрғындарына жалпы өрт оқиғаларының алдын алу мақсатында ескертетініміз, балаларды қараусыз қалдырмау және үй жағдайында электр жабдықтарын үнемі жарамды күйде ұстау және өрт қауіпсіздік талаптарын, қағидаларын үнемі қатаң сақтауды ескертеміз. Тамақтан уланудың алдын ал. Жаңаөзен қалалық эпидемиологиялық бақылау және қадағалау бөлімінің мамандары ауа райының ыстық кезеңі басталуына байланысты астан уланудың профилактикалық шараларын сақтауды ескертеді. Яғни дәмхана мен мейрамханалардан, өзге де орындардан тамақтанбас бұрын оның сапасына, сақталу мерзіміне аса мән берген жөн деп отыр. Ластанған, бұзылған тағамдардың құрамында улы бактериалды заттар пайда болғандықтан астан улану қаупі туындайды дейді денсаулық сақшылары.
Астан улану ол әрине тез бұзылатын тағамдар. Ол тез бұзылатын тағамдарға жататындар кондитерлік, кремдік өнімдер, үйде дайындалатын салаттар, соларды мысалы орынсыз, рұқсатсыз сауда орындары сатса, ол жерден алуға тыйым салынады. Алуға жалпы алмау керек ол жерден. Және шикі сүтті пайдаланар алдында мұқият термиялық неден жаға өңдеуден өткізу керек. Содан соң, мысалы мейрамханаларда, дәмханаларда ас ішуге келген кезде міндетті түрде қолдың жуын мұқият қолды жуу керек. Салтанатты шараларды жаңағы мейрамханаларда өткізген кезде сол жерде жаңағы көңіл бөлу керек. Тамақтану залында температуралық режимді сақтау керек. Яғни салқындатқыштардың жұмысын қадағалау керек. Айта кетейік, эпидемиологиялық қадағалау және бақылау басқармасына 2022 жылы тамақ сапасына қатысты 2 шағым түскен болса, жыл басынан бері бір тұрғын өз талабын айтып арызданған. Жаңаөзен қаласындағы Алқа би ансамблі халықаралық фестивальден жеңіспен оралды. Сайыс 26 наурыз күні Астана қаласында өткен болатын. Жерлестеріміздің жеңісімен құттықтау үшін көпшілік мәдениет үйінде күтіп алды. Жиылғандар ортақ қуанышқа орай шашу шашып, қаламыздың мәдениет саласын дамытуға үлес қосқандарға сый-сияпаттарын табыс етті. Жас дарын атты халықаралық фестивальге 40 би ұжымы қатысқан. Солардың ішінен тамаша өнермен көпшілікті тәнті еткен жерлестеріміз бірінші орынды иеленді. Аталған байқау 8-9 жас аралығындағы өнерпаздардың арасында өтті. Сайыста ерекше көзге түскен аталған ұжым будильник биін ұсынса, жеке орындауда аққу биін көрерменге паш етті. Астанада болған 2023 жылы жас дарын атты қыздарым жарысқа қатысты. Будильник биін биледі. Соның ішінде қыздарым бірінші орын алды. Жекемен оңдасын Нұрила деген қызым екінші орын алды. Осы уақытқа дейін мен мәдениет үйінде істегеніме жарты жыл болды. Алдында жақында Атырау қаласына барып келдім. Жас дарын атты жарысқа. Ақтауларға, өзендерге қатысып жүрдік жарыстарға. Фестиваль жүлдегерлерінің бірі Қарақат Қайырбаева. Оның би өнермен айналысып жүргеніне 1 жылдан астам уақыт болған. Өнерге қызыққан жас талант бүгінде 5-ші сынып оқушысы. 10 жасар өнерпаз осыған дейін де жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға иеленіп үлгерген. 1-2 жыл болды қатысып жүргеніме. Біз Астана қаласына барып келдік. Алқа би ансамбліміз 2 жарыстарға барып келдік. Біріншісі осы Жаңаөзенде болған, ал екіншісі Астанада болды. Осы жарысқа 1 ай дегенде қатыстық. Айта кетейік, Алқа би ансамблінің құрылғанына жарты жылға жуық уақыт болыпты. Топ осындай аз уақыттың ішінде байқауларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Меруерт Мұхитқызы, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, аман есен болыңыздар. Жаңаөзен қаласы Кендірлі ауылынан шоғы сауда орталығы ашылды. Мұндағы сұлулық салоны мен ерлер шаштаразында кәсіби шеберлер ажарыңызды арттырып, келбетіңізді көркейтеді. Тағамдары, тіл үйрер дәмханасы бар. Балалары ойын-сауық алаңында балғындар кешкі сағат 23-ке дейін алаңсыз асыр салып, кешіңізді көңілді өткізе аласыз. Сондай-ақ іздеген дәрумен мен дәріңізді табатын дәріхананың да есігі айқара ашық. Әйелдерге арналған мұсылман тауарлар сататын дүкені де бар. Шетелдік және ресейлік темір тұлпарыңыз үшін автобөлшектер дүкені мен жөндеу орталығы жұмыс жасайды. Сондай-ақ автокөліктеріңіздің дөңгелегін жөндеу мен ауыстыру қызметі де көрсетіледі. Автокөлік шанағын қалпына келтіретін мамандар сапалы жұмыс жасап, қысқа уақытта тапсырысыңызды орындайды. Біз сіздерге үзіліссіз, демалыссыз, сапалы түрде қызмет көрсетеміз. Жиһаздың сан түрін жасаймыз. Өлшеу, орнату, жеткізу тегін. Сонымен қатар ескі диван креслоны жаңартамыз. Таңдауыңыз бен талғамыңызға қарай кез келген ас үй, жатын бөлме, кіреберіс жиһаздары мен столдар, комод, тумба әртүрлі материалдан жасап береміз. Бағалары қымбат емес. Біздің байланыс номеріміз 8 775 486 89 89.